Алматы субұрқақтар қаласы. Көпшілігіміз фонтандар қаланың көркін келтіру мақсатында салынады деп ойлайтынымыз жасырын емес, бірақ олай емес екен. Субұрқақтар ауыр металдар мен шаң тозаңдарды өзіне сіңіреді. Ал қосылатын арнайы қоспа шаң тозаңдардың қайта көтерілуіне жол бермейді екен. Сіз де біле жүріңіз. Алматыда 120-дан астам субұрқақ бар екен. Ал олар қалай жұмыс істейді? Бірге білейік. Субұрқақтардың жұмыс істеуі, олар су жинаймыз, және сол суды насосты қондырғымен өзі жаңағы трубалардың ішімен, насаттылардың бойымен шашып тұрады. Бұл су айына бір рет ауыстырылады. Бірақ бір айда су бұзылып, иістенбеу үшін ішіне химиялық заттар қосылады. Сол себепті бұл субұрқақтарға шомылуға да болмайтын содан. Бұлар өзі суын өзі айналдырып отырады, жұмысы сол субұрқақтың. Алматыдағы әр фонтанның өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, мына субұрқақтың ортасына арнайы көпір орнатылған. Аптап ыстықта ортасынан өтсеңіз, малмаңдай су боласыз, есесіне сергейсіз. Сол 63 субұрқақтардың атап өтетін ішінде авторлық жұмыстарға жататын ол «Знаки зодиака», «12 ай» деген 12 месяцев, «Твердохлебов» авторы, «4 чаши» деген фонтан, ол да авторлық жұмыс. Тарихи маңызы бар, ол «Неделька» субұрқағы, «Готов» опера және балет театрының алдындағы субұрқақ. Ол ең ескі субұрқақтарының бірі, 48-ші жылы соғылған субұрқақтарының бірі. Және де мына жаңа алаң соғылған кезде Почта Республики дейді, сол жердегі субұрқақтар, үлкен субұрқақтардың бірі болып саналады. Ең үлкен субұрқақ Алматы қаласында, ол мына тұңғыш президентіміздің саябағындағы субұрқақ болып саналады. Бұл Неделька субұрқағы 1972 жылы салынған. Содан бері жөндеу көрмеген нысан 9 ай бұрын қайта жаңарды. Маңызды нысанның тарихи кейпін қалпына келтіру үшін мұрағаттағы деректер мен фотосуреттер зерттеліпті. Нәтижесінде субұрқақ 70-ші жылдардағы кейпіне қайта енді. Бұл Қазақстан қонақ үйіне қарама-қарсы орналасқан Булы субұрқақ. Ерекшелігі неде дейсіздер ғой? Ендеше бірге көрейік. Ендеше кеттік. Кешкі сағат 9-дан кейін келсеңіз, мұнда түрлі түсті шоу іске қосылады. Ендеше қапы қалмаңыз.